Сәлеметсіздер ме, екінші сынып оқушылары? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Қарындашымды берші». Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока «Дай мне свой карандаш». Ең алдымен балалар, жаңа сөздермен танысып, оларды жаттап алайық. Қайшы, ножницы, түрлі түсті, разноцветные, қию, вырезать, өшіру, стирать, бояу, покрасить. Ал енді мәтінді оқып аударайық. А теперь прочитаем и переведем текст. Мен дүкеннен түрлі түсті қарындаштар сатып аламын. Қағазға күннің суретін саламын. Оны сары қарындашпен бояймын, қайшымен қиямын. Көгілдір қарындашпен аспанның суретін бояймын. Жасыл қарындашпен жапырақтың суретін бояймын. Қызыл қарындашпен гүлдің суретін бояймын. Қарындаштарымды қаламсауытқа саламын. Я куплю с магазина разноцветные карандаши. Нарисую на бумагу рисунок солнца. Покрашу солнце желтым карандашом. Вырежу ножницами. Голубым карандашом покрашу небо. Зеленым карандашом покрашу листик. Красным карандашом покрашу цветок. Положу свои карандаши в пенал. Енді берілген әріптерден сөздер құрайық. Ребята, в этом задании мы должны составить слова из данных букв. Здесь у нас есть буква К, С, Ш, К, Р, Ө, З, Г, А, Л, Ж, Д, Н. Так. Найдите слова из этих букв. Буквы могут повторяться в одном слове. Так, теперь проверим, какие слова есть в этих буквах, в этих звездочках. Карандаш. А вы нашли такое слово? Теперь найдем цвета. Көк, жасыл, сары, қызыл, ақ, қара, қағаз. Это бумага. Такое слово тоже можно составить. Ағаш, дерево тоже есть. Отлично. Ребята, а сколько слов вы нашли? Ал енді суреттердің көмегімен сөйлемдерді толықтырайық. Теперь мы должны дополнить предложение с помощью картин. Анельдің. Здесь на картинке у нас желтый карандаш. Желтый карандаш, сары карандаш. И бар. Теперь составим полное предложение. Анельдің сары карандашы бар. На следующей картинке у нас солнце. Солнце күн. Ол күннің суретін бояйды. Здесь голубой карандаш. Көгілдір карандаш. Гүлсаяның көгілдір карандашы бар. На следующей картинке небо. Небо аспан. Ол
аспанның суретін бояйды. Как будет зеленый карандаш на казахском? Жасыл қарындаш. Ертөренің жасыл қарындашы бар. Листик жапырақ. Ол жапырақтың суретін бояйды. Осымен, балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі жүздескенше сау болыңдар.